Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Құрамында сүтті, жұмыртқасы жоқ, жай ғана өнімдерден тұратын пирог пісіреміз. Барлығын араластырып, жарты сағатқа пешке саламыз. Дәмді және тез. Осы видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз және каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Un, өсімдік майы, тұз, қант, тосап, бәрібір қандай тосап бар, сондай қолдануға болады. Un қопсытқыш және кофе. Ыдысқа 250 мг жылы суды құйып, оған кофе, тұз, қантты салып ерігенше араластырамыз. Менде клюквадан жасалған тосап бар, соны салам. Сізде қандай тосап болады, соны қолдансаңыз болады. Оның үстінен қопсытқышты саламыз және міндетті түрде илеуіштен өткізіп, ұнымызды саламыз. Ақырын шетінен араластырылып миксерлейміз. Барлық ұнды илеп аламыз да осыған саламыз. Басында сұйықтықты араластырғанда мен өсімдік майын салуға ұмытып кетіппін. Бірақ әлі кеш емес, 3 қасық өсімдік майын құйып, жақсылап араластырып аламын. Қамырдың қоюлығы осындай видеодағыдай болу керек. Форманы алып, менде 21 см. Астына пергамент қағазын төсейміз. Күмәніңіз болса, пергамент қағазға, онда майлап алыңыз сұйық маймен. Сосын біздің қамырды саламыз. 190 градуста қызып тұрған пешке 30 минутта пісіреміз. 30 минут өткеннен кейін біздің пирог шықты. Шет-шетін пышақпен кесіп аламын да формадан алып суытамын. Пирог керемет көтерілді, әрі жұмсақ болып шықты. Бетіне қант ұнтағын себемін. Енді біздің ең оңай және тез жасалатын пирогымыздың дәмін көрейік. Осындай шоколадты сияқты шыққан. Бұл кофенің арқасында осындай болып тұр. Негізі бұны шаймен пісіруге болады, чайная заварка дейді. Шырынмен пісіруге болады. Дәмі өте керемет болып шықты. Кексқа ұқсайды екен. Кәдімгі кекстің дәмі секілді. Осы видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Лайк басып, видеомен бөлісуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.